Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге Ангел достар. Бүгін біз ВК взломның екінші бөлімін шығаратын боламыз достар. Сіздер достар анаға тіркеліп лайк басып қолдап отырайық достар. Осы бірінші бөлімі достар біршама просмотр и біршама лайк жинап тастаған. От души прям. Екеулер сенбейді. Ол деген достар бірінші бөлімдегі осы шынында. И оны сенбейтіндер бар короче. Міне достар короче достар мен екінші әдісін білемін. Ол достар кейбіреулерін істеуі мүмкін, істемеуі мүмкін достар. Істесе комментке жазыңыздар, істеді деп. Істемесе маған жазып көріңіздер не үшін істемеген. Егер достар ол істейтін болса, ана тіркеп лайк басып қал. Короче достар, мысалы мен өз номерімді жазамын типа. Өз номерім достар, егер біреу сіздің ВК страницаны ұрлап кететін болса, осы әдісті қолданып қайтарып көріңіздер. Или біз қазір забыл пароль жасамаймыз. Егер сіздің фамилияңызды бәрін ауыстырып тастайтын болса, данный забыл пароль жасамай қаласыз ғой, да? Жасалмай қалғанда фамилияны бәрін ауыстырып тастайтын болса, и сіз осылай қайтарып аласыздар, достар. Осылай қайтарып аласыздар, типа фамилия деп шығып тұр, фамилияға дым жазбайсыз. Я не понимаю фамилия. Ссылка на страницу деп тұр ғой, яғни вспомнить адрес страницы дейсіз. И короче, керек адамнан мысалы сіз біреудікін ұрлағыңыз келеді ғой, да? И мысалы Мирас Айтышаев деп осыны жаза саламыз. И типа ол сіздің қазір қолыңыздағы телефондағы сим картына типа осыны жаза саламыз. Менікі қазір номерім қазір осы сим карттағы телефоным осы, да? И старый пароль ол маңызды емес достар. Бүйтіп өтірік жаза саламыз. Мұны да тоже өтірік жаза саламыз. И бүйтіп мынау фамилия ғой, типа бұған да достар email адрес керек емес. И бұған өз номерін жаза саласыз ба, өзің білесіз, короче достар, указывать телефонды керек емес, не помню, баса саласыз. И короче доступный номер деп тұр, да? Ол қазір сіздің номерін жазасыз, өзіңіздің номеріңіз. Достар, айтпақшы сіздерге ескерту берем. Бұны достар қолданбаңыздар көп. Егер біреу сіздікін ұрлап кететін болса, істеп көріңіздер. Бірақ біреудікін взломать еткілеріңіз келсе, қолданып көріңіздер, но бірақ қатты қолданбай қойыңыздар көп. А то дұрыс тірлік емес болды. Қазір короче мен, егер достар сіздің номеріңіз ВК-ға, басқа ВК-ға тіркеліп тұрған болса, сізге заявка келмейді достар. Ал бос номер ВК-ға тіркелмеген болса, келеді достар. Сондықтан бос номерге жазыңыздар. Короче, отправить басам. Міне осы бір код шығып тұр алдымызда. Ол кодты достар қағазға жазып, типа фотоға түсір деп тұр ғой бізге. Біз оны түсірмейміз, оны ештеңе істемейміз. Просто бір файлды баса саламыз. Обычный мысалы бір амангастың бір суретін қоя саламыз, и болды. Мысалы бүйтіп шығып типа о обязательно емес, ол обязательно емес. Қағазға жазып, оны бүйтіп көрсетіп керек емес. Сосын сіздің документіңізді сұрап тұр осы аккаунттың. Короче, ол бізде мысалы жоқ қой, да? Типа онда тоже өтірік жаза саласыз, типа жасап, типа любой галереядағы фотоны ошибка шығып жатса, онда басқа бір суретті ала саламыз. Ол типа екеу бірге оқып тұрған соң, типа қате деп көрсетіп тұр, да? И бірге болмау керек, басқа любой бір фотоны қоя саласыз, типа міне қойдық. Короче, достар, енді өту керек болды. Мені өтті. Короче, бүйтіп жазасыз. Короче, былай жазасыз. Менің, короче, ВК аккаунтымды біреу ұрлап кетті. Или логин пароль ұмытып қалдым деп жазасыз. Мысалы, бүйтіп жазасыз, пожалуйста, помогите. Мне. Помогите. Я не знаю данный. Типа жазыңыз, өз ойыңызды жаза беріңіз, достар. Мен қысқаша жазып отырмын. Мысалы, пожалуйста, помогите, я не знаю данные, я жду ответ деп жазып жіберіңіз. Осы жазып жіберіңіз, и болды. Бүйтіп галочка қоя саламыз. 24 сағат күтеміз, и типа шығып тұр, бізге 24 сағат күте аласыз ба деген сияқты. И достар, қазір сағат 10-нан 45 кетті. Ертең достар, ертеңгі күні 10-нан 45 келген уақыт болғанда сообщение келеді. Или келмейтін болса, басқа күні келеді, достар. Оларға 1-2 апта күтеміз максимум. Или білмеймін, достар. Келмесе, егер сіз қате жасадыңыз.
короче подтвердить басым. Осы болды достар. Болды достар. Осылай не бітеді. Позвонить менен баса саламыз. Достар, короче, осылай іс бітеді. И сөйтіп сіз заявканы күтетін боласыз достар. Ал достар, анаға тіркеліп лайк басамыз достар. Егер 3-ші бөлім шықсын десеңдер, 3-ші бөлім шығарам. 3-ші әдістер де бар достар. Давайте достар.